Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Кеше мен ташкентский салат жаптым. Керек жоқ. Огурцы, помидор, болгар бұрышы, чеснок, зелендер керек. Сосын кейін тұз, қант и уксус керек. Шемшкенің майы керек. Мінекей қиярды ең бірінші осылай қылып турап алдым. Міне мынандай жарты сантиметр етіп турадым қыздар. Оны турадымдағы, сосын кейін оны салып, помидорды турадым. Помидорды да кәдімгі үйдегі салат жасайтындай етіп, қатып қалған заңы жоқ, қалай турағыңыз келеді, солай турай беріңіз. Оны салдым сол ыдысқа күршіктің үстіне. Одан кейін болгар бұрышын турап оны салдым. Қыздар, қай нәрседен қанша грамм керек екен описанияға жазып кетем. Одан кейін пиязды турадым, полукольца етіп. Одан кейін мынау чеснокты бір рет мұжып жіберіп, чеснокты турадым. Оны салдым. Мынау базиликті турадым. Зелендер кетті енді. Укропты турадым. Аса қатты ұсақ болмай-ақ қойыңыз. Баяғыдан келе жатқан салат қой бұл. Мінекей 1 килограмм помидор, 1 килограмм огурцы сөйтіп тураған кезде өзі 3 банка шықты. Мінекей үлкенде ыдысқа салып алыңыздар, егер ыдысыңыз кішкентай болып кетсе, одан кейін 2 қасық тұз, 2 қасық қант, 9% уксустан 3,5 қасық уксус. Бұның бәрі кішкентай қасықпен, қыздар, шай қасықпен бәрі. Жаңа қантта, тұзда, уксуста кішкентай қасық. Мінекей 50 грамм сұйық май. Болды, құйдымдағы араластырдым. Сосын кейін 1 сағат қойып қойдым. Тура 1 сағаттан кейін міне мынандай болып соғы шықты. 1,5 сағатқа қойсаңыз да болады, өзіңіз білесіз. Оның бәрін мінекей банкіге салдым. Банкіні мен булаған жоқпын, қыздар, банкіні 70% уксуспен бір шайып алдым, жақсылап жудымдағы. А крышканы мен 3 минут қайнаттым. Бәрін салып болғаннан кейін түбіндегі согын осы банкілерге бөліп құясыз. Егер согы полный болып толмаса, ештеңе етпейді, қыздар. Қайнаған кезде тағы да согы шығады ғой. Одан кейін мінекей қақпағын жаптымдағы. Енемнен қалған советский кастрөлдің түбіне полотенцені жайып, қойып шықтым. Суық суды құйып, иығына дейін құйдым суық суды. Хоп деп қайнап бастаған кезде 15 минут қайнаттым. 15 минуттан кейін астын өшіріп, алып, банкымды жақсылап тұрып бұрап, орамалға төңкеріп қойып, бетін әдемілеп тұрып жауып тастадым. Әбден суығанға дейін. Болды, қыздар, пока. Давайте.